қылмыскердің тыңдап отырғанын көреді және де кейін осы әнді естіген кезде ғана олардың арасында байланыс болатынын түсінеді. Сол күні кешке жігітке тағы да елестейді. Нағыз қылмыскер оның бейнесін салып өлтіру жолдарын ұйымдастырған екен. Қылмыскер Хадонға өзіне жақындамауға ескерту бергендей болады. Осы кезде Хадон оның келесі құрбаны 3 мектеп оқушысы екенін де көріп қалады. Алаңдаулы жігіт осы жағдайлардың орын алмас бұрын қылмыскерді тапқысы келеді. Ол өзінің бүкіл қала бойынша іздеуде екенін білсе де бәрібір дейді. Хадон болған жайттарды ойластырып, не істерін білмей жүргенде көшеге шыққан кезде гитарадан оның әнін орындап отырған жігітті көреді. Осы кезде ол барлық нәрсені ұмытады. Осы сәтте Хадонның бақытты сәтін құртып, полицейлер оны ұстап алады және де Хадонның көзі ауырып, өзін бақылап тұрған қылмыскерді көреді. Кейін жігіт өзіне келгенде полицейлердің оны алып кетіп тергеп жатырғанын көреміз. Эпизод осы жерден аяқталады. Бұл фильмнің әлі де жалғасы бар. Қазақша қысқа шолу ұнаса, арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.